Армысыздар ардақтағы ағайын, эфирде Әулие Ата әлеуеті бағдарламасы. Сіздермен бірге Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі саны барын бақтым деп бағалайтын берекелі өлке Байзақ ауданына арналмақ. Байзақ ауданы Жамбыл облысының оңтүстік шығысында орналасқан. 1938 жылы құрылған. Ауылдың облыс орталығынан арақашықтығы 12 шақырым. Ауданның жер көлемі 46.385 гектар. Тұрғын саны 105.380 адам. Аудан 43 елді мекен 18 ауылдық округке біріктірілген. Аудан орталығы Сары Кемер ауылы. Бағдарлама жүргізушісі ең бірінші аудан әкіміне келді. Ауданның негізгі экономикасының негізгі салалары бұл ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп салалары. 9 айдың қорытындысы бойынша ауданның экономикалық әлеуметтік дамуында оң серпін қалыптасып отыр. Қант қошасын егу 2100 гектарға орналасты. Басқа да жаңағы майлы дақылдары. Негізінен бізде ең көп үлес алатын ауыл шаруашылығында бұл көкөніс пен бақша өнімдерін өсіру болып табылады. Әулие Ата Феникс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облыстағы құс етін өндіретін үлкен кәсіпорын. Бағдарламаның түсірілім тобы осында келді. Өдемелі индустриалды инновациялық дамудың екінші 5 жылдығы 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жылына 4000 тонна құс етін тереңдетіп өңдеу фабрикасы құрылысының жобасы іске асырылған. Жоба құны 2 миллиард 65 миллион теңге. Байзақ ауданы Мырзатай ауылындағы Әулие Ата Феникс бройлер тауық етін шығарушы кәсіпорын құрылысы 2013 жылы басталған. Өткен 2017 жылдың көрсеткіші бойынша 4200 тонна ет өнімін алдық. Яғни фабрика жылына 5000 тонна, 6000 тоннадан жоғары ет өнімін өндіру қуат күші бар. Яғни өндіре береміз. Балапанды 41 күнге дейін өсіреміз. 41 күнге дейін оның витаминдері бар, антибиотиктері бар, корм бар. Соның бәрін қадағалаймыз. Климат контроль бәрі болады. 12 базымыз бар. 12 базының 3-еуі ол демалып тұратын базар, санразрыв. Бройлер балапандары 40 күнде 2 килограммнан аса салмақ жинайды. Одан соң осында сою және дайындау цехына келеді. Мұндағы голландиялық технология заманауи және де халал өнімдердің сапасы жақсы, сұраныста жоғары. Бұл жерде тауық етінен 23 түрлі өнім шығарылады екен. Тауықтың қанаты, төс еті, окорочкасы, голень, жамбас еті дейді, солардың барлығы осы аппарат арқылы өтеді. Және іш құрылыштерінен мягкий сбой дейміз ғой. Оған жүрек, бауыр, бөтегесі жатады. Жеке-жеке осы мінекей қазір көріп тұрғандарыңыздай неге салынып, упаковкаға салынып, қапталынып, килограммен бүгінгі шыққан датасы барлығы қойылады. Құс фабрикасы ашылған кезде мұнда 130 адам жұмысқа алынған болатын. Қазір 240 қызметкер табыс көзін тауып отыр. Ашылғанына 3 жыл болған кәсіпорынның қарқыны жақсы қарыштап келеді. Айталық 2018 жылы фабрикадан 640 мың балапан шығарылып, оның 416 мыңы бордақыланып, 720 тонна ет өндірілген. Әулие Ата Феникс ол құс етін өсірумен айналысатын кәсіпорын. Үкіметтің қолдауының көмегімен Қазагро акционерлік қоғамының қаржылай қолдауымен ол іске асырылып жатқан жоба. Бүгінгі күнге жылына 4000 тонна қуаттылығы бар кәсіпорын жұмыс істеуде. Қазір бұнымен тоқтап қалмай, бұлар ары қарай даму бағытында жұмыс атқарып жатыр. Яшар шаруа қожалығы 1997 жылы құрылған. Жалпы егіс көлемі 94 гектар. Оның ішінде қант қызылшасы 25 гектар, дәндік жүгері 10 гектар, қызанақ 1 гектар, көп жылдық шөп 12 гектарға, арпа 40 гектар жер аумағын құрайды.
Уже 2-3 года уже занимаюсь сахарной свеклой. Қант қызылшасын өсіргеніме 20 жыл болды. Және мал бордақылау үшін жүгері өсіремін. Биыл қант қызылшасын 25 гектар жерге отырғыздық. 1 гектар жерден шамамен 50-60 тонна өнім аламыз. Әлі жинау жұмыстары жүріп жатыр. Биыл өнім жаман емес. Қожалықта 9 техника бірлігі бар. 25 адамды жұмыспен қамтыған шағын кәсіпорынның алға қойған мақсаты анық. Кестелі даланы кілемдей көркейткен Яшар шаруа қожалығы ауыл шаруашылығының дамуына айтарлықтай үлес қосуда. Шағын шаруашылықтың шарайнадай дөңгелеп көрсеткіші көкке өрлеуіне біз де тілекшіміз. Ғазиз Байтасов мектебі Түймекент ауылдық округінде орналасқан. Бейбіт заманда өз қызметінде ерлік жасаған Ғазиз Байтасовтың есімін ұрпақ санасында жаңғырту үшін білім ордасы Батыр атымен аталады. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша бұл мектеп 2016 жылы бой түзеген. 2017 жылы халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың есімі берілген. Ғазиз Байтасовтың ерлігі осы алақандай ғана ауылдан шығып, сонау бүкіл Қазақстанға танымал болуы, халық қаһарманы атағы берілуі, және де сол халық қаһарманының есімі тұңғыш рет өз туған ауылдағы жаңа мектепке берілуі, бұл біздің ауыл тұрғындары және мекеме үшін, мектеп үшін, оқушыларымыз, ата-аналарымыз үшін зор абырой деп білеміз. Өйткені Батырдың есімі қандай ұлық болса, мектептің оқушылары да сондай керемет деңгейде біліммен, тәрбиесімен, көргенділігімен, түйгенімен, оқығанымен, әрбір істегі озаттылығымен алдың қатарда көрініп келе жатыр. Ашылғанына небәрі 2 жыл болған халық қаһарманы атындағы орта мектебі оқушыларының жеткен жетістіктері бір талай. 2016-2018 оқу жылдары аралығында 152 оқушы халықаралық, республикалық, облыстық және аудандық байқаулардың жүлделі орындарының жеңімпаздары атанған. Ғазиз Байтасов мектебі жалпы жүйелі даму үстіндегі мектептер қатарына кіреді. Ғазиз Байтасов мектебінде қазіргі таңда 52 мұғалім жұмыс жасап отыр. Соның ішінде жоғары білімді мұғалім 46 мұғалім және орта білімді мұғалім саны 6 болып табылады. Жалпы Ғазиз Байтасов атындағы орта мектебі қазіргі таңда жаңартылған бағдарлама бойынша 80% мұғалімдер білім беру курсынан аяқтап шықты. Жүйелі жұмыс жасалып жатыр. Мектеп сыйымдылығы 300 орын. 110 адамға арналған мәжіліс залы, 102 адамға арналған асханасы бар. Ұзындығы 36, ені 18 метрлік болатын спорт залмен қамтылған. Байзақ ауданы бойынша бүгінгі күнде 64 ескерткіш мемлекеттік тарихи мәдени ескерткіштер тізіміне енгізілген. Оның ішінде қала құрылысы және сәулет дәрежесінде 6, археологиялық дәрежеде 55, республикалық дәрежедегі 4. Бағдарламаның түсірілім тобы Байзақ Баба кесенесіне келді. Байзақ Мәмбетұлы еліміздің оңтүстік өңірінде Қоқан хандығы және Ресей империясына қарсы ұлт-азаттық көтерілісті ұйымдастырушы. Ол Қоқан ханы Құдиярдың бұйрығымен зеңбіректің аузына байланып атылған. Оның шашырап кеткен денесінен қалған 2 саусағын Талас өзенінің бойындағы осы төбеге әкеп жерлеген. Мавзолей монолитті бетоннан салынған, бір күмбезді көлемі 6 қырлы. Күмбездің ұшы шағын күмбезшемен және жарты аймен айқындалған. Ішкі қабырғалары ашық, хорезм кірпіштерімен қаланған. Мавзолейде ескі жерлеудің кірпіштері қолданылған. Күмбезбен мәрмәр тасты қабір бар. Ескерткіштің территориясы сәнді металл қоршаулармен қоршалған. Осы төңіректің экономикалық дамуына да үлкен үлес қосқан азамат. Елді отырықшыландыру, елді мына егін жалпы егін жақсы былай көзқараспен қарап, елді соған ұйымдастырып, отырықшылыққа ұйымдастыруда үлкен рөл атқарған. Оның ол кісінің осы Байзақ ауданының төңірегінде көптеген ол кісінің атында, ол кісінің балаларының атында, әкесінің атында сосы үлкен каналдар бар. Есімі елесінде қалған Байзақ Мәмбетұлының қазақтың әлеуметтік өмірінде алар орны зор. Өз заманында көшпелі елді бір орынға тұрақтап отыруына үгіттеген Батыр аймақта 36 су жүргізілетін канал қаздырған екен.
Тарихи тұлғаның атын иеленген Байзақ жеріне биыл 80 жыл толып отыр. Дөбірлі мерейтой қарсаңында кесене айналасына гүлзарлар мен сәндік ағаштар отырғызылған. Туристік мақсатта келушілер үшін 80 баспалдақтан тұратын жол салынған. Осының басында абаттандыруын енді асыны көбі биылғы жыл істелді. Биылғы жылдың өзінде только 30 миллиондай тірліктің несі жұмсалды осы жерде қаражат. Міне мынау баспалдағы, соның кейін сыртында қоршауы, соның кейін астында гүл егіліп, оның астында брусчатка төсеу, басқа су алып келу, соның кейін үлкен жол алып келу, мына жерден осы 1,5 километрдей болады, мынау жаңа үлкен жолдан осы жерге дейін. Бағдарламаның түсірілім тобы Байзақ ауданының Дендро саябағына келе жатыр. Қариясы серуендеп жастары сейіл құратын Сарыкемер ауылының Дендро саябағындамыз. Дендро саябақтың кәдімгі саябақтан айырмашылығы онда өсімдік пен ағаш түрлерінің көп болуы. Әлемде сирек кездесетін ағаш түрлері болуы міндетті. Ал мұндай шартқа Байзақ аудандағы Дендро саябақ толықтай сай келеді. Байзақ аудандық Дендро саябағы 1999 жылы аудандық ардагерлер кеңесінің қолдауымен Сарыкемер ауылында 14 гектар жер бөлініп, алғашқы жұмыстар басталған. Саябаққа көктем айларында аудан тұрғындарының бастарын қоса отырып, сенбіліктер ұйымдастырылып, терек, туя, тағы басқа түрлі ағаштар отырғызылады. Ағаштарға суғарылатын арнайы арықтар тартылып, басына жауапты азаматтар бекітілген. Қазір бүкіл халық осында келіп демалады. Жексенбі күндері, сенбі күндері, жаз бойы кешке қарай бүкіл жастар, бүкіл халық бала шағасын осында келіп демалып, серуендеп, саябақ ішінде түрлі ойын алаңдары қойылған, спорт алаңдары, алаңшалар қойылған көріп отырсыздар. Кешке түрлі музыкалар қойып, балаларға түрлі ойындар ойнап береміз, сонымен ойнап, жаз бойы демалыс осы жерде өтеді халық. 735 түп ясин, 540 түп катальпа, 255 түп айланд, 250 түп ива, 45 түп туя, тағы басқа жеміс ағаштары отырғызылған Дендро саябақ алдында толық асфальт төселіп, халықтың келуіне барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар саябақ ішіне көпшілік демалатын амфитеатр, фонтан және қымызхана, шайханалар орналастырылған. Бағдарламаның түсірілім тобы Көктал ауылдық округінде орналасқан Дулат шаруа қожалығына келді. Дулат шаруа қожалығында 20 адам жұмыс атқарады. Мемлекеттік қолдау қорынан 497 миллион теңге субсидия алып, 1698 бас мүйізді ірі қара малды бордақылауда. Қаза, Гелефорд пен смешін қазақтың ақбас бұқалары. Міне мыналар 1,5 жасқа еріп болған. 200 килоның үстінде таза еттері бар бұқалардың. Олар қанша күн тұрады енді? Бұлар уже бір 10-15 күннен кейін сойыла берсе де болады уже. Алды сойылып та кетіп жатыр. Бізге 200 килодан келіп союға болмайды. Мына малды қарасаңыз, былтырғы, сонда қазір қандыз айтып берем сізге. Былтырғы бұзаулар ма? Былтырғы бұзауларынан бәрі. Түрінен де көрініп тұру қарасаңыз. Бүгінгі күнде бордақыланып жатқан малдың күйі жақсы. Алдағы уақытта мал сою пунктін ашуды жоспарлауда. Сонымен қатар бұл қожалықта асыл тұқымды жылқы да өсіреді. Аты есімі Құралай деген Байтал. Биыл 2 жасар, Алла қаласы көктемге 3 жасқа шығады. Биыл ештеңе қосқан жоқпыз. Алла қаласа келесі көктемге деп аламанға дайындап отырмыз. Алла қаласы осы жақында қысқы проектісін бастаймыз. Келесі жылға Алла қаласа наурызға ниет етіп отырмыз осы Байталмен. Енді ат болар жылқыны тайынан танисың деп, сол Алла қаласа ниет тайынан бағып қағып атқан атымыз осы. Өзімізден шыққан қолдан шыққан қол бала. Шешесі де әкесі өзімізден шыққан осы жерден. Күрделістің күрмеуін шешіп, өз алдына жеке дара сүрлеуін салып, қиюын тапқан Байзақ елі қияға ғана қарайды. Байзақ ауданы туралы шығарылымыз осымен тәмам. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын.